Сәлем қыздар, арықтауда жүрсеңізде ешқандай кедергі келтірмейтін, бар жоғы 10 минут уақытыңызды алатын, ешқандай пешті қажет етпейтін ПП морковный торттың рецептісімен бөлісемін, яғни сәбіден жасалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Жылдам әрі тез жасалатын, жұмсақ болып шығатын дәл осындай тортты жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы контентпен және ПП рецептер таба аласыздар. Бізге қажетті банан, қопсытқыш, фитбараттың қант алмастырғышы және жұмыртқа, үкістен өткізілген сәбіз, айран және күріш ұны қажет болады. Бананды шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Бананды жақсылап езіп алған соң, оған бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Араластырып болған соң, айранды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш пен күріш ұнын біріктіріп, массамызға салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, фитбараттың, яғни қант алмастырғышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Егер дәмді болған қаласаңыздар, 2-3 данасын қосуға болады, бірақ бір дананың өзінде дәмді болып шығады. Біздің массамыз дәл осындай болып шығу қажет. Қызып тұрған табаға оливковое масло, яғни зәйтүн майын салып, оған массамызды салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қасықтың көмегімен бетін тегістеп аламыз. Жай отта бетін жауып пісіріп алу қажет қызарғанша. Менде бірінші беті пісті, енді екінші бетіне аударамыз. Екінші беті қызарғанша тағы да 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Біздің коржымыз, яғни тестамыз дайын болды, енді суытып алу қажет. Бірден крем жағуға болмайды. Дәл осындай жұмсақ болып шығады, енді осыны пышақтың көмегімен 4-ке бөліп аламыз. Төртке бөліп алған соң, енді кремін жағатын боламыз. Крем үшін мен қаймақ пайдаландым, дәмі болсын деп фитбаратты, яғни қант алмастырғышты қостым. 2 немесе 3 ас қасық қаймақты саламыз. Үстіне қант алмастырғышты салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Әр коржға кремді жағып шығамыз. Кремді барлық жеріне жететіндей етіп жағып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен бетіне бананды қостым. Және кішігірім какаоны септім. Кез келген жеміспен әсемдеуге болады, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Торттың кремі сіңу үшін тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз да болады. Тортымыз дайын болды. Таңғы асқа немесе бірінші жүрек жалғауға жесеңіздер өте керемет. Ең бастысы бар жоғы 10 минут уақытыңызды алады және арықтауда жүрсеңіздер бұл торт сіздерге ешқандай кедергі келтірмейді. Қыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Келесі видеода жолыққанша.